Ең бірінші кеңес. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Отырсақ отыра береміз. Анау қымбат, мынау қымбат, заман сондай деп негативтің бәрін бойымызға жинап алатын болсақ, энергиямызды жоғалтып, әлсіз адамға айналамыз. Ал егерде жоқ жасаймын, қолымнан келеді, айналамды өзгертемін, соған қарай талпынамын дейтін болса, ол адам күш-қуат жинайды. Ал адамның бойындағы энергия түбінде ақшаға алып келеді. Ақша менің өмірімде еркін айналамда болады және әрқашан Құдайдың артықшылығы бар деп саналы және сенімді түрде мәлімдеймін. Егер сіз тек ақша үшін жұмыс істесеңіз, оны ешқашан жеткілікті мөлшерде таба алмайсыз. Ал егер жұмысыңызды сүйіп істесеңіз және тұтынушыларыңызды бірінші орынға қойсаңыз, мол табысқа кенелесіз. Бүкіл өміріңді ақша табуға арнау өліммен тең. 100 мың тауып 10 мың теңгесін жинап үйренбеген адамға ақша өмірі жетпейді. Ақша ғана бізді бақытты етеді дегендер адасқан. Артық ақшаны дұрыс пайдалана алмасаң, басыңа екі дүниеде де азап әкеледі. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелдерді басқару, ақша табу емес, ақша үнемдеу. Сен ақша қуып келесің, артыңда ажал қуып келеді. Алтыным, миллиондаған ақшаң бола тұра, адамдығың болмаса бай емессің. Адамдардың ақшаға деген құнығушылығын тоқтатып, материалистік ашкөз көзқарастарын жойғым келеді. Бірақ оғанда ақша керек. Ақшаны сен сақтайсың, иман сені сақтайды. Маған ақшалай сыйлық берілгенде, мен кедейлерге миллион теңге таратамын. Ақшаның құлы болуға да, биі болуға да болады. Бірі ақшамен ойнама, тәуекелге барма десе, екіншісі тәуекелді басқаруды үйрен дейді. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауатты одан да құдіретті күшті. Мені ақшаға қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайды. Тамаша көлік пен үлкен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икеміңнің мол екенін білдірмейді. Бастыққа немесе ірі компанияға жұмыс істеу ақша мәселесін шешпейді. Мен бай емеспін, бірақ ақшасы бар жарлымын. Бірақ бұл екеуі бір емес. Уақыт, ақша. Байлық басы көпке байлаулы емес, базарда ақша болатынға байлаулы. Ақша, Құдай дүниежүзілік нарықты билеп тұр. Өлшем өзгерген, қанағат, Абай данышпан айтқан қанағат қандай күйде қазір? Бұл туралы ойлануға мұрша жоқ сияқты. Біз ешқашан мүмкіндігінше көп ақша табуды мақсат етпедік. Біздің басты мақсатымыз адамдардың өмірін байыту болды. Адамның өзінің ақшасынан, үй жайынан, қора қонысынан айырылуы аянышты емес. Мұның бәрі адамға тиесілі емес. Ал адам өзінің шын меншігі, өзінің адамдық қадір қасиетін жоғалтса, бұл енді аяныштақ. Ақшаның арзандығы көптігінде. Ақша өмірдің маңызы емес, бірақ маңыздылар соған тәуелді. Ақшаң көбейген сайын шеті жоқ таныстар да көбейеді. Байланыстырып тұрған тек қана ақша. Егер сен дұрыс жоспарламасаң, уақыт саған ешқашан жетпейді. Ең қиын үш нәрсе: сыр сақтау, қорлықтарды ұмыту және уақытты дұрыс пайдалану. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады.
Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Уақытты таңдамайды, онда өмір сүреді. Қанша жерден дарынды болып, нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. 9 әйеліңіз жүкті болса да, 1 айдан кейін балаға қол жеткізу мүмкін емес. Ақша қымбат, адам өмірі одан қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі деген өзіміз білетін қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат. Сондықтан өз басым өткенге өкпе жүрмейді деп ойлаймын. Өткенге тек тәубе жүреді деп ойлаймын. Егер сіз жұмыс уақытыңызды келесі демалысқа қанша сағат және қанша минут қалды деп есептеумен өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз. Уақытты босқа өткізу ең ауыр шығын. Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады, тынымсыз, күткенменен мына уақыт емдемейді. Төзім тамаша сипат, бірақ шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа ғой. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Өміріңіз тым қызықсыз болып көрінсе, жаныңызға жақын жұмыс тауып алып, өміріңізді соған арнаңыз. Сонда алыс болып көрініп жүрген бақытыңызды табасыз. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек, ол пайда немесе зиянын тигізетін сипатқа ие. Біздер бақыт өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Бақыт тапқыңыз келсе, өзгелердің сізді мойындауы туралы ойламаңыз. Қуанышты өз ішіңізден табуға тырысыңыз. Өз-өзіңізбен бақытты болыңыз. Бақыттың белгісі білім. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Бақыт дегеніміз, бұл сіздің ойлағаныңыз, айтқаныңыз бен істеген ісіңіздің өзара үйлесімде болуы. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.